Тәуір дамып аз жылда Алаштың ардағына айналып үлгерген. Кейінгі кездері басынан дау арылмайтын болды. Қойшы көп болса, қой арам өлет деуші еді баяғыда шалдар. Бұл ашығын айтқан ток-шоуы, әңгіме айтыс туралы. Биылғы оқу жылында конкурс жарияланды. Қазақстан түкпір-түкпірінен 9 үміткер келіп, соның ішінен комиссия құрылып, 4 талапкер ақынды қабылдап алдық, сонымен тәрбиелеп жатырмыз. Бұл күнде праваны шопырлар көп, папасы ақша беріп сатып алған. Көлігін оңға солға құйғытады, көктемдегі сиырдай оқыранған. Абайсызда көліктен авария боп, саңлақтар кетіп жатыр сақынаңнан. Оқымастан рөлге отырғасын, оқиғаға тап болып жатыр алуан. Аузымыздан авария болмау үшін айтысда дұрыс қой. Оқып алған Елімізде жалпы бірінші рет ұйымдастырылып отырғаннан кейін, бұл мамандықта жаңағы оқытылатын пәндер, сосын кейін білім беретін мамандарға байланысты мәселе толық шешілді деп айтуға болмайды. Құдай-ау мына балаға ағайын енді не дейін? Басынан сипап бала деп көтерейін бе мерейін? Өйді! Жаныңа келдім деп қоят, ойында не бар көрейін? Сызылып кепті соншама сыбағасын берейін. Айтыстың тізгінін ұстап жүрген Жүрсін Ерманның айтуынша, бүгінде бізде ұзын саны 250-ге жуық айтыскер бар екен. Жаңағы сюжетте көрсетілген 4 студенттің басты ерекшелігі олар дипломды айтыскер атанбақ. Бүгін студиямызға осы жастарды тәрбиелеп жүрген Шырымбек ағамыз келіп отыр. Шырымбек, қош келдіңіз студиямызға. Енді бұрын айтыскер ақындар дипломсыз айтыскер ақындар еді. Қазір сол диплом беріп, оларға айтыскер деген дипломды ақын деп атақ берудің қажеттілігі қандай болды? Осы сұрақтамыз. Біріншіден айтыс өнері енді қазақтың қанына сіңген, жанына сіңген өте іргелі өнер екені белгілі. Екіншіден қазір қоғамның талабына сәйкес бұл мамандық ашылып отыр. Мәселен естеріңізде болса, 1988 жылы мысалы дәстүрлі ән мамандарын дайындайтын мамандық ашылған кезде де осындай пікір болған еді. Бұрынғы әншілер дипломсыз әншілер еді, бұл диплом алудың қажеті қанша деген сияқты. Ал қазіргі кезде ол өзін толық ақтады деп айтуымызға болады. Қазір қазақтың ән өнері мәселен жан-жақты дамыды. Ән өнері әртүрлі мектепке салаланып жан-жақты дамып жатыр деп айтуымызға болады. Бұны енді айтыс мамандығының ашылуы бірінші мәрте деп айтуға болмайды. Бұл жерде айтыс өнерінің маманы деп емес, дипломды орындаушы ретінде диплом берілетін болады. Бәрекелді. Төрімізді толтырып отқан тағы бір ақсақалымыз бар. Сұлтанға қош келдіңіз студиямызға. Сіз ең бірінші осы айтыс хабарын телеэкранға шығарған кезсіз. Жалпы қазіргі айтыскермен бұрынғы сол сіздің кезіңіздегі айтыскерлердің бойынан қандай айырмашылық байқайсыз? Оны санамалы білетсек өте көп. Өйткені уақытқа байланысты, одан кейін мына жалпы айтыс өнеріне деген бейімділіктің арта бастауына байланысты көп айырмашылық. Бірінші айтыстың ең негізгі мақсаты бізде халықтық өнердің әлі де өшпегені. Ол халықтың бойында барлығы. Ол енді дамытатын болса ары қарай жарқырап көрінетіндігі белгілі болды. Тағы бір сұрақ қойып жүргім келіп тұр. Шырымбек айтқан мәселемен дипломды айтыскерлер біздің қоғамға қажет деген пікірмен сіз келісесіз бе? Ешқашанда өнерді дипломменен мынау сондай өнер адамы деуге болмайды. Рахмет аға. Мына оң тізеңізді басып отқаныңызды білесіз. Бекболат аға, қош келдіңіз студиямызға. Аға, қазіргі айтыстың сипаты туралы сізден сұрағым келеді. Қазіргі айтыс бұрынғы айтыстан көрі әлдеқайда жоғары дәрежеге дамып кеткен сияқты көреді. Алмас қызық болғанда мен де айтысқам 86 жылы. 86 жылы Алматы қаласының студент жастар арасындағы чемпионы мен болғам. Жұлдыз дейтін қыз болды, осымен Табылды дейтін досым болды, Нұрым дейтін бір азамат болды, Қайыртай дейтін жігіттер болды. Солардың бәрімен шығып
айтайын дегенім, сол кезде жасыратыны жоқ. Шыққан айтысымыздың 95% заготовка болды. Дайындықпен келдік. Кейбір айтыс шығу үшін, мен Асылдан атайын білет, жазып алдымызда қағаз тұрды. Солай ғой. Дамыту керек қажет болды. Сол кезде бір қызық нәрсе бар. Бір куплет қана, бір шумақ қана, бір суырғаным есімде, тура қымыз таусылып қалды, алдыма жаңағы минералды су құйып жатқанда, осы жерде талай ақын жарысып алдыма келіп табысыпты. Ей, казгуде болып жатыр, ей, казгу бірте сұйылдың ғой, қымыздың минвадаға ауысыпты. Бір керемет неде жоқ бұл жерде, бір шеберлік те жоқ, басқа да жоқ. Бір бар болғаны бір өте қарапайым ұйқасқа 4 жолды 4 таған түсіргенде зал бір қырлық баласады. Жарылып кетті. Сол кезде қарап отырсақ, елдің табалабы да қазіргідей емессін, талғамы да қазіргідей емессін. Сол кезде бір керемет ашық ниетпен келіп отыратын. Қазіргі жағдайда айтыстың деңгейі, мына кейінгі шығып жатқан жастардың деңгейі, мына сырымдардың деңгейі, я болмаса мына мейірбектердің деңгейі деген бұл керемет. Бұл ғажап бұлар. Сөз саптастар айтуға келмейді. Бір планканы жасыратын жоқ, Алмас Мұхамеджан Тазабек әкесінен танып тұрып потолокқа қойып кеткен. Сол потолокқа жетер-жетпес болып, сол айналып өтіп, басқаша нәрсемен кетіп. Ал Балғынбектердің әкелген құбылысы, айтысқа келген жаңалықтары, ол да айтуға келмейтін нәрсе. Қарап отырсақ, орысшаға да салды, қазақшаға да салды, әнге де салды. Айтыс қазір көз алдыңызда шоуға айналып бар жатыр. Бірақ шоуға айналып бар жатқан шоудың арасында, кеше қарыңызшы, әңгімесі ауылдың елбасын жолдауда келеді, ешқашан егес қалаған емес, мәсімді қасынан тастаған емес деді ғой. О, расында да солай. Неге ел күледі, неге қырып? Өйткені елдің көкейіндегі нәрсе айтылады, бірақ қалай айтылады? Сонымен аға, диплом артықтық етпейді. Артықтық етпейді емес, диплом керек. Айтысты сынайтындардың дені журналистер. Олар ақындар сөз киесін сезіне алмайды. Көркемдік деңгейі төмен, кімнің нан жесе, соның сөзін сөйлейді деп кейді. Сондай әріптесімнің бірі арамызда отыр. Бисен Ахметұлы. Ассалаумағалейкум. Бисен, қазіргі айтыстың жайын енді журналистің аузынан естігіміз келеді. Сіздің көңіліңіз толады ма осы айтыстың? Толғанда мұның көп жақты қарауға болады. Және Бекболат ағаларымыз бар, айтып жатыр, енді шынымен жоқтан бар болғаны шын, дамып белгілі дәрежеге көтерілген шын. Бұл енді осымен тұрып қалмау керек қой. Мысалы, өздеріңіз білесіздер, айтыс деген ол тек қана саяси дода емес қой. Ол деген сөз таласы, ол деген шешендік, керемет, көркемдік. Енді мен бұл жерде бір ойлаймын, бұл жерде бір жүйе болу керек айтыста. Мысалы, бір айтыс өтіп жатыр. Жақсы. Өтіп жатқаннан кейін оны қалай бағалау керек? Кәдімгідей критерийлер болу керек. Сөз шешендігі, оралымы, тапқырлығы, құнарлылығы, қоры, мысалы, саяси санасы деген сияқты. Енді жаңағы төрешілерге, қазыларға талап қойылу керек. Оған ана жерде бірнеше ғалым, мен жерде бір үлкен қоғам қайраткері, мына үлкен журналист деп жадағай адамдарды әкеп көргеннен көрі, арнаулы жаңағы тіліп айтатын мінезі бар. Мінез деген ұлтқа қызмет етеді деп айтады ғой. Пікірі бар адамдарды кәдімгідей жинап, семинар ұйымдастырып, кәдімгідей сонымен жиналыс өткізіп, оларды дайындау керек. Өздеріңіз білесіздер, кейбір ақындар қазақтың тілін әйелдің ішкөйлегіне шықын теңеп, бір киелі нәрселерді сондай нәрсеге шықын барған жығын. Сондай кездерде оны бір рет бастауға болады. Ол деген, сол кезде ол ойлайды, біздің үлкен ағаларымыз бар, немесе және қазылар бар, ертең ұят болады деген нәрсе болады. Сосын қазір ол айтыс деген біреулердің шерін шығаратын нәрсе емес. Келеді дағы өкіметті жамандап шерін шығаратын, немесе халықты жаман, халықтың бір аудиторияны өзімізге қаратамыз деген бұлардың бір сөзі бар. Аудиторияны қарату керек, сосын жюриге кімдер келді, бұлар нені жақсы көреді, соларды айту керек. Сол кезде біз ол оң қояды дейді. Міне, көрдіңіз бе? Өстіп келеді дағы халыққа жағамыз деп ананы айтады, мынаны айтады, сөйтеді, ол бір партиялардың арасындағы төбелес сияқты болып кетеді. Сосын қайту керек. Оның дәрежесі төмендеп кеткеннен кейін өкімет қайтеді. Осы жерден шамалы үзіліс жасаймыз. Аздаған минуттан соң студиямызға Қаз айтыстың бас редакторы Ұларбек Нұрғалым кіреді. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Ашығын айтқанда ток-шоуын одан әр жалғастырамыз. Бүгін біз айтыс туралы ашығын айтып отырмыз. Егер арнамызды жаңа ғана қосқан болсаңыз, бұған дейін болған әңгімеге қысқаша құлақ қойыңыз. Қоғамның талабына сәйкес бұл мамандық ашылып отыр. Қазақтың бойындағы осы өнер бар ма бойында? Сөз саптастар айтуға келмейді. Бір планканы жасыратын жоқ, алмас Мұхаммеджан Тазабек әкесінен танып потолокқа қойып кеткен. Айтыс деген біреулердің шерін шығаратын нәрсе емес. Келеді дағы өкіметті жамандап шерін шығарады. Жаңа ғана өтеткенімізде Қаз айтыс сайтының бас редакторы Ұларбек Нұрғалым шақырам ортаға. Ұларбек, қош келдіңіз. Қазіргі айтыстың интернеттегі бет-бейнесі болған, сол Қаз айтысты басқарып отырсыз, иә? Диплом бар ма? Айтыскер деген жоқ па? Енді мынандай мәселе. Жалпы сіз айтыскерлер одағы деген одақты білесіз бе? Соған мүшесіз бе өзіңіз? Одақты білем, мен енді ол жаңағы өзім айтыскер емеспін. Тек айтыскерлер мүше болады ма? Айтыскерлер мүше болады. Жақсы, сайт туралы аз кем. Енді сайт мынау кез келген жаңағы телеарна болсын, кез келген радио болсын, ұлтқа қалай қызмет істеймін деген сияқты, мысалы сіздердің ашығын айтқанда ток-шоу деген сияқты бар ғой енді. Сонда Қаз айтыста сол өз сала-сала бойынша айтыстың арнайы бір мамандандырылған дейміз бе, жаңағы Шырынбек ағамыз айтқандайын, өздерінің бір сайты болатын уақыты, немесе өздерінің бір ортасы, жаңағы осындай бүгін әлеуметтік желілер бар, бүкіл өзі бақ құралдары бар, солардың бір өздерінің ортасы болып отыратын уақыты жетті. Негізі ол қоғамның ұсынысына, сұранысынан туған дүние негізінен. Бұнда біріншіден айтыскерлер, мына әншілер секілді телеарнадан көрінгені болмаса, халыққа онша бір көздері қанып көріп жүрген жоқ айтыскерлер негізі. Кейінгі кездегі экраннан шықпай қалғаны бар айтыстың. Сонымен кәдімгі ақындарды жұрт сағынды деуге болады. Ақпаратты береді екенсіздер, жаңалықты береді екенсіздер. Біз, мысалға, мен 70-ші жылдарда ғана Сұлтахан жасаған хабарларды көргім келеді, сол нәрселер бар ма деген сұрағым келген жалпы. Ол қорлар көбісі енді телеарналарда ғой. Оны біртіндеп жаңағы бізде ол тарихи айтыстар көп жоқ. Қазір айтыскер.ком деген сайтта онда да жарияланып жатыр. Айтыс дегенді эфирге шығару деген проблема ол үлкен күреспен шыққан дүние. Ол қазіргіде ұйымдастыра алсаң, қаражат тапсаң, ақындардың басын қосып, бір аудиторияны сатып алып өткізуге болады. Ал ол кезде соның бәрі болып тұрып, оны эфирге дайындап шығару, жазу деген ол үлкен қайраткерлікпен істелген шаруа. Сондықтан да ол эфирге шығармау үшін ойбай, егер де айтыс болатын болса, ана ауыл менен мына ауылдың айтысы болып кетеді, ана облыс пен мына облыстың басшыларының намысына тиеді. Ана елді басқарып отырған пәленшекеңнің ауылын жамандап жүрсең, түгеншекең өкпелек болады деген сияқты пікірлермен айтысты мен 3 жыл бойы эфирге шығара алмадым. Неге біз оны бәйге деп шығардық? Бәйге деп жаңа айтыс деген атпен шығаруға жол болмағандықтан, рұқсат болмағандықтан мен оны алып барып, анау офицерлер үйінде бәйге деген атпен тұңғыш рет осындай хабар жасадық. Оны таза айтыс болып кетпес үшін ананың ішінде жаңағы жырауларды, жыршыларды, тағы да өнер адамдарын ішіне қосып отырып, ана тұздықтап отырып, аудиторияны ұстаудың бірінші амалы ғой. Бірінші жасап отырғандықтан осындай толық үлкен сценарий жаздым. Сын айтқандар болды ма аға? Сын айтқан жоқ, шынын айтқан кезде бірінші осы айтыстың мынандай туғанын көргеннен кейін бүкіл халықта үлкен эйфория болды. Мен мысалы үшін 1000-нан аса хат алдым бір аптаның ішінде. Бұл дегеніміз біздің айтысымыз оянды, біздің айтысымыз қайтадан туды, біздің айтысымыз тірі екен деген ылғи сондай хаттар болды. Топ-топ менен барлық университеттерден келді хаттар, зиялы қауымның бәрінің атынан келді. Жақсы аға, сын туралы бекер айтқан жоқпын, айтыс туралы сын айтатындар өте көп дейді. Солардың біразын назарларыңызға ұсынғымыз келеді. Көрелік. Айтыс автоланды, нұрланды, қысқа балақтанды, жанрын ауыстырды. Ол енді ода. Ақиқат айтылмаса айтыстың ата сөйлет. Меніңше айтыс баяғыда қайтыс болған. Бұлар тек оқта-текте сол айтыстың моласының басына жақсылығы үшін емес, бақсылық үшін жиналады. Айтыстан жұрнақ іздесең, Қытай қазақтарынан тауып қаларсың. Негізі оларға Қытай ерікті айтысты жандандырыңдар деп бермеген. Өз еліңдегі қазақ деген халықтың жаназасын шығарыңдар деп берген. Бұрынғының ақындары көргеннің көз жауын алатын жорғы еді. Бүгінгінің ақындары көрінгеннің дауын салатын дорба болды.
Айтысқа баруды қойдым. Біріншіден айтысқа монополия орнады. Оған қатысу мен айтыс кезіндегі ұстанымдар бақылауға алынды. Екіншіден айтыстың сапасы төмендеп кетті. Тар шеңберден шыға алмайтын ақындар, қоғамға ой түрткі сала алмайтын сөздер, аға мен қарындас немесе жеңге мен қайынсы боп айтыса қалатын жұптардан ести шаршаған сөздер. Дәстүрлі болмысын заманауи талапқа сәйкестендірмесе, бұл өнер бара-бара құриды. Біраз азаматтың әңгімесін тыңдап өттік. Енді осыған қандай ниет бар сіздер? Бұл айтқанда бір жақ жаны бар, бір жақты пікір. Бір жақты. Оның бәрі жаңағы жүйесіздіктен келіп шығып тұр ғой. Мысалы, жаңағы ақындарға бір мұқтаждық болса, жаңағы бағалау жағынан, жаңағы қазылар жағынан, сосын қоғам жағынан, ол амалсыздан соған бейімделеді. Біз соған бейімделе алмағаннан кейін қазір кім мықты болса, немесе кімнің маңайында жүрсе, солар өздері бөлек-бөлеген шамасының келгенше ұйымдастырып жатыр. Өйткені заман солай болды. Бекболат аға, жүйе туралы осы кісінің айтып отырған. Бейсеннің айтып отырған сөзі бар ғой, кім? Тура қышыған жерде қасығанда дәл үстінен түсіп айтып отырды. Тура осылай болу керек, негізінде. Иә. Жүйесін жасау керек, белгілі бір критерийлер анықталу керек. Сен не үшін 10 көтердің, не үшін 8 көтердің, сонысына кәдімгі елдің алдына жауап беру керек. Сосын екінші мынау өзі көрермен, күрес көрген кезде, айтыс көкпар көрген кезде, елдің арқасы көтеріліп алған кезде, ағатай Сұлтан ағам айтып отыр ғой, кейбір нәрсені көрген сол кезде керемет болып көрінгенмен, тура экранның алдына шығарып көрсеткен кезде, ол ойындағыдай болмайды, бір эмоциямен қабылдайтын нәрселер бар. Осының бәріне майталмандықты, профессионализмді шыңдау керек. Сосын 4 адам Аллаға шүкір болсын, ол да болсын. Сонымен қатар арнайы түрде институциализация дейді ғой. Кәдімгі мұны жүйеленген түрде жасап отырып, ақындармен семинар өткізу, ақындардың жаңағы деңгейін көтеру. Сосын мына екінші бір нәрсе бар, кім Алмас. Бұл өткенді жақсылап біліп алмаймын. Жақсы ақындардың бәрі өткендегі Жамбыл Құлманбет Шашубайлардың айтысы, осылардың бәріне жетік. Мысалы, Жандарбекті білеміз ғой, бізге өте мықты ақын ғой. Жандарбек бұл уақыттың жаттамаған нәрсесі жоқ. Оның басында бір 6-7 кітап бар, жатқа біледі. Мына Шырынбектердің басында бір 2-3 кітап жайынан бар қазір. Отырсаң, ана жылы Мұхамеджан Тазабеков мынаны айтқан, Оғозы Мелис мынаны айтқан, тағы мынаны айтқан деген сияқты нәрселерді біледі. Осы арнайы түрде, жүйелі түрде оқытқан кезде 4 адам аздық етеді, және Бейсен айтқан сияқты. Бұны бірнеше адамда жинап алып, арнайы түрде бұның кәдімгі семинарын, тренингін өткізу керек. Одаққа міндетті түрде кім Алмас қазір мына халықаралық ақындар жыр термешілер одағы бар ғой. Бұған арнайы түрде мемлекеттен қаржы бөліну керек. Сосын кез келген нәрсенің негізгі функционерлері іске асырады. Біз енді қазір аппаратчик десек, функционер десек шоши бастайды ғой, шенеунік десе. Олай емес. Бұл арнайы түрде функционерлер мемлекеттің алдында есеп беріп, осынша ақша бөлінді, осыны біз игердік, нәтижесінде мынандай шаруалар болды деп келіп, ертең алтын домбыра болатын кезде осылардың бәрі ескеріле келіп, ол міндетті түрде жаңағы жюрилерде осыны ескеріп алып. Жюриді айтыңызшы, жюриді қалай таңдайсыздар сіздер осы жүрсін аға екеуіңіз? Ол былайша айтқанда елдің бір көз айымы секілді, бір елдің бір абысы секілді бір үлкен буынның өкілі ретінде келіп отыр. Ал енді Мұхамеджан Тазабек. Оның енді білесіздер. Дау жоқ енді ол. Оған ешкім дау жоқ. Жақсы, саңла. Анау мынау дегенде де мен де наша Құралақан емес екен, бағана айтып кеткен жақсы болған екен. Бағана айтып жатқан ақталған сияқты болып қалатын ем. Жалпы мен поэзиядан алыс болған кезім жоқ өйткені. Мен басында енді біраз менде жаттағаным бар, енді оны тексерулер. Жоқ, аға, жаңағындай Көпен Әмірбек. Айтыстан кішкене сәл қашықтау, әдебиеттен, болмаса сатирада жүрген, театр сахнасында жүрген кісілердің, сондай көкелеріміздің отырып, көңіл жықпастықпен жаңағы бір балаға 10 қойып жібере салғаны, ананың қанжығасына бір осалдау түспей ма, ананы бір обалдау жасап жүрмейміз ба деген нәрсе ғой енді ол. Сол жаңағы тек қана ол айтысып отқан бала зардап шекпейді, ана жерден айтыс тағы күйрейді, сағысынады деген секілді нәрселер болмайды. Олай деп ойламаймын. Осы жалпы сол жерге кіріскен адамдардың бәрінде бір қағары сол сөздің қадірін түсінетін деңгей солардың біразында бар. Негізінен өз қараған кезде ығында бұл кез келген жағдайда, кез келген комиссияда, мемлекеттік сыйлық беру комиссиясы бола ма, я болмаса жаңағы атақ беру комиссиясы бола ма, айтыстың жюриі бола ма, әншіліктің жаңағы республикалық конкурсы бола ма, осының бәрінде өзі негізгі бұлай адамдардың деңгейін өлшейтіндей қабілет әркімде болады. Әркімде болады. Бірақ негізі бұның бәрі біраз уақыт өткен соң мамандандырылады.
және бейсен айтқандай жағдайға бірте-бірте келеді. Міне осы жолда ана айтыс туралы қазір аузын қу шөппен сүртіп жатыр ғой, бірақ құрыды үйтті бүйді. Құрыған жоқ. Құрыса тура қоғамда осындай әңгіме болмас еді. Егер айтысты көрмеймін деп атқанның өзі көргендігінен, айтысты көрмеймін деді, айтыс былай көрмесе оны қайдан біледі? Көрмесе, оның мысал үшін пікір айтуға қандай хақысы бар? Серік Абасов айтады, жаңа Нұрланды, Автолан, одан кейін қысқа балақтан айтыс құриды дейді біреулер айтады. Ол өзі құриды дегенде әркім оны Толстойдың сөзі бар, сколько чувств, столько прав на свете деген сияқты, қаншалық сезім болса сол жалшындық бар. Әркім өзі құрбақан құдықтың түбіндегі құрбаға аспан теңгедей көріпті деген сияқты жан-жағына қарай алмаған соң осылай көреді. Екіншіден біраз адамдар сөз қуады. Сырттай әдемі көрінгенмен мына сөздің ешкім өзіне жауап бере алмайды. Ол не деген сөз? Нұрланды деген не деген сөз? Қысқа балақтан деген не деген сөз? Сондай сөз бола ма екен? Айтсаңызшы енді. Енді ол не деген сөз? Айтуға келетін сөз емес. Бұл бар ғой. Әйтеуір айтып сөйлеп қалу керек. Сосын екіншіде елде ешқандай өзінің айтқан сөзіне жауапкершілігі жоқ. Қазіргі кезде Фейсбукта отырып алып аузына келгенде былайша айтқанда лаға салып оттай салуға болады. Кейін оған жауап беремін деп бетпе-бет келіп жауап берсін. Ол не деген сөз? Және жаза салған бойынша жаңағы сөз түйіп, оған байланысты тұжырым айтып, оған байланысты ақталып жатудың өзі артық. Айтыс әдебиеттен гөрі журналистикаға жақын деген нәрсе бар. Осыған қалай қарайсыздар? Егер ол шын поэзия болатын болса, ол ешқашан журналистика емес. Оның ішіндегі айтылатын, көтерілетін оперативті, жылдам проблемалар, мәселелердің төңірегінде айтып келіп, сосын журналистикаға жақын деп отыр. Алып қараңыз, анау Жамбылдың өлеңдерінде сол заманның шындық әлеуметтік мәселелер айтылды ма? Жырларында айтылады. Яғни дәл сол кезде күйіп тұрған мәселелерді айтқандықтан да Жамбылда ана сөздердің өткір болды. Сондықтан ол бүгінгі күннің ең өзекті мәселесін ақын болғаннан кейін ол жазба ақын ба, ол айтыс ақын ба бәрі көтеру керек. Ал екінші жаңа журналистке жақын бола алмайды, өйткені ол шын поэзия болатын болса, ол поэзия. Болмаса жоқ, поэзия емес. Ол бір. Екінші менің айтайын деген. Мына жаңа сіздердің әңгімелеріңізде біз бірнеше нәрсені шатастырып алып отырған сияқтымыз. Аудитория туралы айтасыздар. Жалпы екі ақынның айтысының эстетикалық мәселелері туралы сөз болады. Бұл өте ауқымды мәселе. Біз егерде жаңағы қазылар алқасы туралы айтатын болса, қазылар алқасынан отырған, өздері отырған залдың ішіндегі жұрттың реакциясы әсер етпей қоймайды. Дұрыс айтасыз. Олар барлығы бір сәтте, бір моментте жаңағы сахнада отырған екі ақынның сөзіне қарайды. Сол бүкіл жаңағы аудитория қуанып күлетін болса, соған қуанады. Ал бірақ ол қандай аудитория? Мысалы, кейде қарап отырған кезде болымсызға, түк көтермейтін сөзге күлетін аудитория бар. Күлмейтін жерге. Қуанбайтын нәрсеге қол шапалақты бұралап жататындары бар. Сонда біз қай аудиторияны қай талғаммен қарауымыз керек? Мәселе сонда. Екінші, жаңағы кез келген айтыстың эстетикалық жағы да бар, эмоциялық жағы да бар. Әрбір сөздің жаңа түйінімен дәлді айтуына байланысты, кейде сол сөз тіпті көркем айтылмаса да, көкеге қонатын сөз болса, кейде соған риза қуанып қаламыз. Мінекей біз осы жағын саралай алатын, ең алдымен білікті де білімді адамдар керек жерде. Осы жерден шамалы үзіліс жасаймыз, аздаған минуттан соң қайта көрсететін боламыз. Сіздер ашығын айтқанда ток-шоуын көріп отырсыздар. Бүгін біз айтыс тақырыбын талқылап отырмыз. Аузымыздан авария болмау үшін айтысы да дұрыс қой. Оқып алған елімізде жалпы бірінші рет ұйымдастырылып отырғаннан кейін бұл мамандықта жаңағы оқытылатын пәндер, сосын кейін білім беретін мамандарға байланысты мәселе толық шешілді деп айтуға болмайды. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Ортаға белгілі айтыскер Серікзат Дүйсенғазин шақырамыз. Қош келдіңіз. Серікзат аға, айтыскерлер туралы неше түрлі әңгіме айтып жатырмыз енді. Сіздің көзіңізді бақырайтып қойып сынағанымыз ұят бар, сондықтан да өзіңізде айтыскерлердің де біреуі келсін деп ойладық. Қазіргі айтыс туралы жаңа Фейсбуктағы жігіттердің жазбасын жарияладық. Айтыс Автоланды дейді, айтыс Нұрланды дейді, айтыс Қысқа балақтан дейді. Жалпы айтыскер ақындар сондай дәрежеде жүр ме қазір? Айтыскер біреу жаңағы қалай айталық, қоғам жаңағы өзінің пікірін ашық айтатын ақын болу керек. Біреу сол қоғамның қазіргі жүріп жатқан бағытын қолдайтын айтыскер болу керек. Біреу жаңағы
ортамызда жаңағы дінді қолдайтын айтыскерлер болу керек. Ортамызда басқа қандай енді? Жаңағы автомобиль жақсы көретін айтыскерлер болу керек. Сонда сол болғанда бір осы айтыс деген дұрыс болады кәдімгі. Біздің өмір сүріп жатқан қоғамымызға сай болады. Сондықтан мен енді оған дұрыс көзбен қараймын. Пікір әрине айтылады, сын болады, сын болмаған жерде мін түзелмейді. Сын болған жерде ол өсу болады. Айтыс қазір өзінің биігінде ешқандай құлдырап кеткен ештеме жоқ. Ринат қайда жүр қазір? Ринат қазір Алматыда осы телевидение саласында жүр ғой. Еларнада жүрген, бұрын қазір қай салада екен? Өкпелеп сол, өкпе айтып жүргеннің біреуі сол ғой осы айтысқа. Енді ол өкпелі кезінде біз айтқанбыз. Ол уақыт өтеді, Ринат қайтадан айтысқа қайтып келеді. Жоғда тұрған ештеме жоқ. Ол бір уақыт адам өкпелейді. Ол айтысқа емес, керек болса ағайын туысыңа өкпелеп кетесің. Соны қайтадан қайтып келіп табысасың. Соның нәрсе ғой енді ол. Өмір деген ағым. Ринатты бекер қозғаған жоқпыз. Ринаттың бір екі оралымның шумағын тыңдап көрейік. Боздаса кеудемдегі бота мұңым, құл болған қажытады соқа күнім. Кедейлерді қудала байшалқытсаң ешқашан әпермейді опа мұның. Айына 360 мың долларлап айлық алған бетсізі жоғарының. Біреуі Африкада аңаулап жүр орманын отап болып отанының. Бақшасына Бразилияның талын егет ақшасына ауылдың шопанның. Біреуі бір ауылдың жыл бюджетін шашады шубысына тоқалының. Апырай бұлар қашан тоқтатады елімнің қазынасын қопаруын. Осындай опасыздарды ойнақтатып сен қайда қарап тұрсың, о тәңірім. Серзат, Ринатты тыңдап көрдік. Дәл осындай нәрселерді қазіргі біздің айтыскерлер айта ала ма? Кешегі енді айтысты көрсеңіз, дәл осы 2 күн бұрын жылдың қорытындысы ретінде бірнеше күн бұрын өтті айтыс алтын домбыра. Сол жерде біздің ақындар қалай айтты мысалы. Осы Ринаттың айтқанын айтып жатыр ақындардың бәрі. Ринаттың да айтқан жерлерінде артық кемі бар әрине. Жаңа қарап отырған кезде. Ана жерде жаңағы о тәңірім деген енді артықтау енді. Құдайға өйтіп айта алмаймыз ғой. Жақсы аға, Бекболат аға айтыңызшы. Осы Бауыржан мен Ринат Халиолланы айтамын. Жаңа тыңдап өткен Ринат айтысқа өкпелеп жүр. Айтыстың басы қасында жүрсіз. Не істедіңіз өзіңіздің інілеріңіз ғой? Неге өкпелейді? Қалғандар былай кім Алмасжан, кейбір нәрсені айту үшін адамда бір хақысы болу керек. Мысалы үшін өздерінше көп адам бұқар жауға еліктегісі келеді. Бұқар жау айтты, сен Түркістанда жүредің, үйкісін төлеп үйлердің түйесін баққан құл едің, андай едің, мұндай едің деп айтады дейді. Бірақ ол Абылайдың қалыптасуында бұқардың рөлі бар ғой. Ол Абылайды Абылай қылушы тұлғалардың біреуі болған соң, оның айтуға хақысы бар. Ал енді президент түгілі ауылындағы совхоздың директорына сөз өтпей отырып, президентке сен қайда бұның не президент деп сөйлеуге хақысы жоқ қой оның. Ол біріншіден деңгей, ол оған дейін экономист ретінде, заңгер ретінде, саясаткер ретінде өзім бір дәлелдеп шыққаннан кейін барып айтса, я болмаса мен саған мынандай жасап едім, осының не әрі қарай деп айтса. Бар болғаны бір кішкентай ғана бір тусовкада жүрген жігіттер елдің дастархан басындағы эмоциясын әкеліп сақтаған айтады. Сосын кейбір шынында да кейбір ойдың үстінен дәп түсіп айтады. Дәп түсіп айтады. Жаңа айтқан сөздерің рас шынында да. Бразилияға байланысты, елдің орманы отап болды деген сияқты нәрсе көкейіне түседі. Бірақ кімге айтып жатыр? Сен қайда қарап отырсың, о тәңірім деген сөз емес ол. Ол сен Құдайға сөз айтатын тепсін етін кімсің? Адамға тепсін, басқаға тепсін. Бірақ енді осыны табанасына суырып салып айтқан жоқ енді. Мынандай тұтас осы құйылып тұрған өлің табанасына суырып сахнада келмейді. Оны дайындап келді үйден, басқа келді, өлшеп алды, елдің осыған ду өте қалатын біліп айтты деген сияқты. Сондықтан да адам өзі бар ғой, бірде анау ақылы бар ит сүйекті жұтар алдында шығатын жермен өлшеп алады дейтін Қалтаяғамның сөзі бар. Сол бір нәрсе сөзді айтардың алдында өлшеп барып айту керек. Осы сөзді айтуға менің хақым бар ма жоқ па? Сосын екінші жауапкершілікті алу керек. Дүниеде сын айтқаннан оңай нәрсе жоқ. Сен қалың елдің ортасында отырып айтасың ба? Мықты болсаң сен айтудың басқа тәсілін ойлап тап. Екіншіден айтып оны елді дуылдатқанда мәселе дуылдатқанда емес. Мәселе осы сенің көкейіңдегі мәселенің шешілгенінде. Шешілгенде сен біреудің нервісіне тиіп, біреудің жүйкесін шығарып, мәселе шешпейсің. Ол жігіттердің де айтып жүрген жаны бар. Бидік бәт айтыс, қазіргі айтыс, біреудің қол шоқпар болып кетті, біз ондай бола алмайды екенбіз деген секілді. Былай олай болғанда айтыста міндетті түрде сын айтылу керек. Айтыс егер бар ғой, Алмас енді біреудің көңіліне келер, біреудің көңіліне келмес. Айтыс азусыздан қыз електеніп бүкіл тісін жұлып тастаса бар ғой, айтыстың бүкіл қасиеті кетіп қалады. Айтыстың бүкіл ғажабы, орысша айтқанда прелесть дейді ғой, бүкіл ғажабының өзі оның айтуында.
бірақ айтқанда мәселен қалай айтасың? Баяғыда ханың түсін түс жорғыш шақырған айтады ғой, бүкіл түсім саудырап түсіп қалды десе, мынау жаман түс екен, бүкіл тұқым заузатын қырылып соқа басын қалады екенсің деп оған дүре соғып, сосын келесі жорғышын шақырғанда, ой ғажап түс, тұқым заузатын үрім бұтағын көрмеген күндерді көреді екенсің дегенде сыйлық бер дегенде екеуі бір сөз айтып отқан. Мәселе оны қалай айтты? Сен көкейіндегі нәрсе проблеманың жоғарыға жетуі болатын болса, сен өзің қызыл тіліңді безеп отырып, керемет ақындық шеберлігіңмен халықтың мұңын айтатын болсаң, оған ойлан. Оған сен кәдімгі майталмандықпен кел. Сен жеткізетін нәрсені жеткізіп қал. Ал беттен алып жабаға сыйып ол мәселе шешілмейді. Сосын мақсат ана ниетіндегі көңілің елді дуылдатып, сен керемет, ай пәрекелді айтқыш екен, ой қорықпайды екен деген сөз үшін айтып жатсың ба? Әлде осы мәселе шешілсін деп айтып жатсың ба? Сен өзің сұрақ қой, содан кейін барып елдің алдына шық. Бір нәрсе қосып кетсем Әрине. Мен осыны көп мысал қыламын енді. Қазір біздің көп ақындар жаңағы тіке айтуға құмар да, енді ол өзімізге де біреу жаңағы бетімізге айтып қалса, өкіліп қаламыз ғой, бетке айтса ол өте қиын нәрсе. Бір Мұхамеджанның бір айтқаны бар. Иә. Тазабековтың кезінде. Осы шумақ бізге бәрімізге үлгі болу керек. Бір Алматыда бір мешіт салынып, бір 10 жыл салынып, шулап, бір халық сол кезде наразы болып, ақындар айтып, бір Ермек Жұматаев шығып, кожаный мешіт салар уақыт болды, мешітке соған қойын терісінен де тағы бір ақын тағы бірдеңе айтты, Шорабек ағамыз айтты, басқа ақындар сынап жатқан кезде сол мешіт салынып бітті. Біткен жылы бір керемет айтыс болды, Бекарыс пен Мұхамеджанның айтысы болды. Екі мықты ақынның. Сол кезде шығып Бекарыстың айтатыны бар ғой, мешіттің құтты болсын деп. Сонда Мұхамеджанның айтқан бір шумағымен көкейімнен кетпейді. Ол енді бәрін айтты ол жерде, бірақ ешкімнің көңіліне тимейтін қылып айтты. Мен қысқаша айтып берейін, есімде қалған. Бірдеңе жаңағы мешіттің құтты болсын деп жатсың, бірдеңе өлеңмен ашып берді. 10 жылда әрең біткен жаңа мешіт жалғанға жарық нұрын шашып келді. Мешітті сап берді деп мәз қылдық қой, харамнан қаржы жиған кәсіпкерді. Қазақтың діндарлығы сол емес пе? Мешіттің де храпыны басып берді, сүндеттелген көсегің жоқ бет деп сүйегіңе таңбасын басып берді деді. Бұл жерде бәрін айтты ол. Бірақ ол ешқандай жаңағы маңдайдан ұрып ешкімнің бетіне келіп сен оңбағансың деп тұрған жоқ қой. Мәселе осыдан үйренуіміз керек деп жаңа Бекболат ағаң айтқан сол. Осы мәдениетті айту, астарлап айту, халық түсінеді оның барлығын. Ол жаңағы бұл өлеңнің ғұмыры ұзақ та. Ол тұрба бұл Махамбеттің заманы емес, ол соғыс қалдырған. Артында әскерің тұр, ана Жәңгір ханның басын шабамын деп тұрған кезде сен хан емессің, қасқасың. Немесе жаңағы кімнің Марғасқа жыраудың заманы емес, ана жерге хан Тұрсынның қасында Есім хан етіп басын кескелі тұрған. Қазір басқа заман ғой енді. Заманына сай өлең айту керек та мәселе. Осыған біздің ақындарымыз мына нәрсені айтайыншы. Қазір өзі бар ғой, Майдан нелегенная война дейді ғой. Майдан шепсіз. Бүкіл жерде Майдан. Ол бүкіл әлеуметтік желіде Майдан жүріп жатыр. Қазір кейбір елдердің шекаралары өзгеріп жатыр. Бірақ Майданның бәрі шепсіз болып жатыр. Өсіп отырған кезде бір дастарханның басында бір үйдің ішінде екі адам бар, баррикаданың екі жағында. Баяғыда берілетін советтің әскері мында тұр, немістің әскері мында тұр, екеуі бетпе-бет соғысатын. Қазір бәрі араласып кеткен. Тура сондай шепсіз Майдан біздің руханиятта жүріп жатыр. Осы кезде ең басты нәрсе, мәселе Нұр Отанды қолдайсың ба, басқаны қолдайсың ба? Ең басты бір ұлы мақсат бар. Ол қазақ ұлтының тас түйін бірлігі. Пікірің керек, пікіріңді ашық айт. Баға пікірің сенің, егер сен ұлттың тұтастығына, сен қазақтың келешегіне көлеңкесін түсірсе, пікіріңнің әкесі. Қоқой. Көке. Біз жалпы бұл айтыстарды әртүрлі аспектіде қарауымыз керек қой деп ойлаймын. Жалпы бұл өте үлкен синтездік өнер. Бұл жерде барлық жаңағы детальдардың бәрі рөл ойнайды. Ең аяғы адамның дауысына дейін, ақындың оның тұр-тұлғасына дейін, қимыл қозғалысына дейін. Оның бәрі әсер етеді. Сондықтан да бұл синтездік өнер ретінде қарауымыз керек. Екінші, біз бұл жерлерде өзі жалпы ақынды бағалаған кезде осының барлығын комплекс түрде тұтастай қарауымыз керек. Кезінде бұлай болды. Бірнеше бір үлкен айтыстар болды. Соған жаңағыдай қазылық жасадық. Ол кезде марқұм Жәнібеков еді, соғыс төраға болды. Осы екеуміздің пікіріміз бір жерден шықты. Сонда бір айтысты бір жақсы келіншекке бердік, жасыратын жоқ. Дауысы да демеді, сөзі де демеді. Өлеңдері орташа ғана. Бірақ ана жерде аудиторияны жаңағы кісі алып кетіп отырды артық. Жаңағы ортаның әсері халықтың ықыласы ауып кетіп отырды, еріксіз жаңағы ақынға берді. Одан көрі тағы да бір ақын болды, Қызылорданың. Енді тұр-тұлғасы орташа ғана, бірақ оншалықты бір сүйкімді емес. Дауысы да өзі дауыс сиқы жоқ екен. Бірақ сөзі мірдің оғында әгінің. Әгін айтады, бірақ әгі сөзінің дөп тимей жатады. Көке енді айтыс сөз өнері демейміз ба? Көрдің, жоқ. Айтыс көз өнері болып кетті. Неліктен мен жаңағы синтездік өнер деп отырмын. Ананың бәрі әсер еткен кезде, сонда бағалаған кезде осыда есеп қалынады. Мен
ақынға мынандай талап қойса деп өтеді. Ең алдымен неғұрлым ақындарымыз білімді, неғұрлым өрелі, неғұрлым интеллектуалдық дәрежесі биік болатын болса, мәдениеті де биік болады. Сөз мәдениеті биік болған сайын, оны халық ұқпай қалмайды, ұғады. Мінекей, осылай талап қойымыз керек. Ол үшін не керек? Жаңағы ақындарымызға көп білім керек. Ақын дегенде ол ешті таусылмайтын шексіз білім керек. Екінші, біз ақындарды миллион халыққа қалай шығаруымыз керек. Егерде мына аудиторияға беретін болсақ, я болмаса мына жерде отырған мына шағын ғана сахнаның ішіндегі адамдарменен ана аудитория екі басқа. Сондықтан олардың әрбір сөздерін сұрыптап редакциялау деген болады. Ал телеэкранда беретін болсақ, миллиондаған ақындарға беретін болсақ, біз ана аудиторияны ойлауымыз керек. Сөздің тек шырынын, сөздің тек мәйегін ғана алуымыз керек. Әйтпесе аузыңнан шыққан сөздің бәрі асыл емес. Түсіндім аға. Ал адам жаңағы жаңылмай тұрмайды. Жаңа ұйқастың бәрі бірдей керемет көңілдегідей құйылып түсе бермейді. Ал енді бұл телевизиялық хабар жаңа айтысты берген кезде оның редакциялау деген не? Оның редакциялауы монтаж. Артық ауысты, қоқыс соқысты ішіндегі келеңсіз сөздерді алып тастап, халықты тәрбиелеуіміз керек. Неге біз айтысты жамандап өстігіні көп адамдар кемшілігін айтады? Жаңағы қой ешкісі түгелдей араласып кеткен, қоқыс соқысы араласып кеткен. Ана жерде аузына не түсті, соны айтқан адамдарымызды біз миллион адамға соны таңамыз. Неге? Талғам қайда? Кітапты сіздер не, өлеңдеріңіз тоғалпында шығара бересіздер ме? Ал ондай талғам болғандар миллиондаған отырған аудиторияны неге біз сыйламасқа? Неге сондықтан айтыстың жаңағы әрбір жасалған айтыстың тек таңдауларын, сөздің таңдауларын ғана беру керек. Осы жерден шамалы үзіліс жасаймыз, арнамыздан алыстамаңыздар. Ашығын айтқанда ток-шоуын осы жерден қорытындылағым келді, сондықтан да баршаңыздан бір ауыздан пікір тыңдағым келді. Сұлтан аға, өзіңіз бастасаңыз. Айтыс бар. Айтыс соңғы 15 жылдың ішінде өте үлкен даму жолына түсті. Айтысты дамытып отырған, тағы да қайталап айтам, миллиондаған халықта ортақ болып отырған бүгінгі заманның техникасы телевизия мен радио. Осының насихаттауда миллиондаған халықтың ортасына апарып, біздің миллиондардың өнеріне айналды. Ал енді бірақ осыны соғалыпынан тұрып қалмауымыз керекті. Оны жаңағы айтылған сөздердің қорытындысында айтыстың енді сапалық жағына, көркемдік жағына, оны әсемдік, әдемдік жағына, оны біздің ұлтымыздың дүние жүзінде бірде-бір елде, бірде-бір халықта жоқ өнер ретінде, және оны барынша жаңағы ұштап, дамытып, сосын осыны насихаттауымыз керек. Ниетке байланысты көп нәрсе, жанашырлыққа байланысты, шынайы жанашырлық болса, шынайы ниет болса, ол жаңағы бір ғана жаңа Бейсен айтып отыр ғой, Балғынбектің айтқан ішкөйлегі деген. Ол жанашырлық, бүйтіп ішкөйлек сияқты қорламаңдар деген сөз қазақтың тілінде. Мысалы, солай түсінетін болсаң. Енді жаңағы сынағыш болса Ринаттың мысалы адамдар, жалпы Ринаттың жаңағы сөзі. Сен қайда қарап тұрсың о тәңірім деп жаңағы Алла тағалаға тепсінген деген сияқты. Осыны мысалы, ол сынға бәленде елдіккенде жоқ, жаңағыны айтып отырмыз мысалы. Серікзат Дүйсенғазин. Менің айтарым, айтыс сол біздің қазақтың жаны, қазақтың қаны. Айтыстан біз қашып кете алмаймыз, себебі біздің жанымыз бен қанымыз, біздің тіліміз, мәдениетіміз, дәстүріміз соның ішінде тұр. Сондықтан жаңағы кісілердің бәрі рахаттанып соған барып отырғаны. Егер де айтыс көп болды деп жұрт сынап жатыр ғой, көбейгені жақсы, көбейгені ол біздің тіліміздің қайтып келуіне септігін тигізеді. Ақындар тәрбиелеп жеткізуге болады. Мысалы, қаншама керемет ақындарымыз бар. Сосын жаңа айтып отыр. Жаңа айтыскерлердің одағы деп отыр. Айтыс факультет деп отыр. Ол 4 адам деген не? Семинар жасасын 200-300 айтыскерлерді. Кәдімгідей жаңағы сөз өнеріне тәрбиелесін. Сосын жаңағы жайма шуақ екі ортадан келіп керемет бір ғалым ретінде келіп қазы бола салатын бұндай жағдай болмау керек ол кезде. Бұл нақты дәлдікпен келу керек. Айтысты бағалаудың нақты критерийі, бағалау теориясы жоқ. Айтыскерлер одағы ештеңе тындыра алмай отыр. Сондықтан да даму байқалмайды. Осы жағынан абсурдқа да ұшырап отырмыз. Айтыс факультетінің ашылуы осындай абсурдтың бірі. Бұл айтыс көрермендерінің белгілі публицист Серік Ерғалидың пікірі. Айтыстың бағалау жүйесі қалыптаспаған, орнықпаған, критерийлері нақты емес. Қазіргі айтыстың жүйелі тетігі құрылымы жоқ. Менің ойымша, айтысқа бір ғана қожайын болу керек. Ол айтыскерлер одағы. Айтыскерлер одағы барлық ресурсқа, барлық айтыскерлерді мүше етуге, демеушілер болсын, басқа да қаражаттардың барлығын
игеретіндей қауқары, құзыры болу керек. Және айтыскерлер одағының оның барлық саясатын жүргізіп отыратын қамқорлық кеңесі болу керек. Ондағы мүше адамдар айтысқа шынайы жаны ашитын және іскер, сауаты бар, бүгінгі заман талабына сай өнерді асқақтата алатын азаматтар болу керек. Сонда ғана айтыскерлер жан-жаққа шашырамайды, оппозицияға кетпейді, айтыс саясатқа қолбала болмайды, немесе саясатқа оппозиция болмайды деп ойлаймын. Қазір айтыстағы үлкен бір жол арна салған адам ол Шорабек Айдаров. Шорабек Айдаров қолына түскен шапанды киетін, қолына оқтау берме, домбыра берме, бәрібір шығатын. Сосын Әзімбектің бір Аяз Бетбектерден қалған бір әуендер бар еді, соны айтам дейді, келтірейінсе дауысы жоқ. Ей ағайын дегеннен ағыл күлетін, бірақ ел айтпаған сөзді айтатын. Сосын оның былай жатқанда астроумесі, оның тақпырлық айтуға келмейтін. Содан Шорабек өз алдынан жол салып қалды. А Шорабекті жаңа критерийге салсақ, ол әдемі болу керек, ол сықпыттай болып шығу керек десек, мүлдем келмейді. Аманжолдан бірде бір сөз қалған жоқ. Ешкімнің есінде Аманжол айтқан деген сөз жоқ. Бірақ Аманжол айтыстағы бір тұлғаға айналды. Өйткені кінеге байланысты сипаты ана үкі, ана әдемі түр, қиылған мұрт, ақ шапан болды. Осымен ақ елдің кәдімгі несіне бір аяулысына айналды. Түсініңіз бе? Сондықтан бір критерийге сыймайтын нәрселер көп. Ақынның аузымен бар ғой, қоғамның быт-бытын шығарып жіберуге болады. Сондықтан оның ауыз арқылы қоғамдағы өзінің рөлін жауапкершілік сезіндіретін жағдайда, жүгін сезіндіретін жаңағы салмақ салу, осының бар жүйелі түрде одақ арқылы ғана емес, одақ бұл жерде орта жолдағы бір делдал, негізі мемлекет кірісу керек. Мемлекет ақша бөлу керек. Бір тиын, екі тиын емес, қомақты ақша бөлу керек. Мұны айтып отқан азаматтардың бәрін осы нәрсесін ескеру керек. Осы жерде айтылған сөздің бәрі де бір тегін айтып айтыла салған сөз емес. Осы сөздің бәрінің жаны бар. Енді осының бір арнада тоғысуы бізбен сізге сын серт. Бәрекелді. Сауал көп еді, біраз жауап алған секілдіміз. Айтыс қашанда халықтың сөз айтылатын міндер болатын. Бүгін одан кеп жеке топтардың сойылын соғатын ойыншы жасаудың қажет жоқ. Өнер құрылтайшы мен ұйымдастырушының меншігі емес, халықтікі. Алмасалдай келесі көрсеміз. Тәуір ақтамып аз жылда Алаштың ардағына айналып үлгерген. Кейінгі кездері басынан дау арылмайтын болалды. Қойшы көп болса, қой арам өлет деуші еді баяғыда шалдар. Бұл ашығын айтқан ток-шоуы, әңгіме айтыс туралы. Биылғы оқу жылында конкурс жарияланды. Қазақстан түкпір-түкпірінен 9 үміткер келіп, соның ішінен комиссия құрылып, 4 талапкер ақынды қабылдап алдық, сонымен тәрбиелеп жатырмыз. Бұл күнде праваны шопырлар көп, папасы ақша беріп сатып алған. Көлігін оңға солға құйғытады, көктемдегі сиырдай оқыранған. Абайсызда көліктен авария боп, саңлақтар кетіп жатыр сақынаңнан. Оқымастан рөлге отырғасын, оқиғаға тап болып жатыр алуан. Аузымыздан авария болмау үшін айтысда дұрыс қой. Оқып алған елімізде жалпы бірінші рет ұйымдастырылып отырғаннан кейін, бұл мамандықта жаңағы оқытылатын пәндер, сосын кейін білім беретін мамандарға байланысты мәселе толық шешілді деп айтуға болмайды. Құдай-ау мына балаға ағайын, енді не дейін?
Басынан сипап бала деп көтерейін бе мерейін. Өйді. Жаныңа келдім деп қоят, ойында не бар көрейін. Сызылып кепті соншама, сыбағасын берейін. Айтыстың тізгінін ұстап жүрген Жүрсін Ерманның айтуынша, бүгінде бізде ұзын саны 250-ге жуық айтыскер бар екен. Жаңағы сюжетте көрсетілген 4 студенттің басты ерекшелігі олар дипломды айтыскер атанбақ. Бүгін студиямызға осы жастарды тәрбиелеп жүрген Шырымбек ағамыз келіп отыр. Шырымбек, қош келдіңіз студиямызға. Енді бұрын айтыскер ақындар дипломсыз айтыскер ақындар еді. Қазір сол диплом беріп, оларға айтыскер деген дипломды ақын деп атақ берудің қажеттілігі қандай болды? Осы сұрақтамыз. Біріншіден айтыс өнері енді қазақтың қанына сіңген, жанына сіңген өте іргелі өнер екені белгілі. Екіншіден қазір қоғамның талабына сәйкес бұл мамандық ашылып отыр. Мәселен, естеріңізде болса, 1988 жылы мысалы дәстүрлі ән мамандарын дайындайтын мамандық ашылған кезде де осындай пікір болған еді. Бұрынғы әншілер дипломсыз әншілер еді, бұл диплом алудың қажеті қанша деген сияқты. Ал қазіргі кезде ол өзін-өзін толық ақтады деп айтуымызға болады. Қазір қазақтың ән өнері, мәселен, жан-жақты дамыды. Ән өнері әртүрлі мектепке салаланып, жан-жақты дамып жатыр деп айтуымызға болады. Бұны енді айтыс мамандығының ашылуы бірінші мәрте деп айтуға болмайды. Бұл жерде айтыс өнерінің маманы деп емес, дипломды орындаушы ретінде диплом берілетін болады. Бәрекелді. Төрімізді толтырып отқан тағы бір ақсақалымыз бар. Сұлтанға қош келдіңіз студиямызға. Сіз ең бірінші осы айтыс хабарын телеэкранға шығарған кезсіз, жалпы қазіргі айтыскермен бұрынғы сол сіздің кезіңіздегі айтыскерлердің бойынан қандай айырмашылық байқайсыз? Оны санамалы білсек өте көп. Өйткені уақытқа байланысты, одан кейін мына жалпы айтыс өнеріне деген бейімділіктің арта бастауына байланысты көп айырмашылық. Бірінші, айтыстың ең негізгі мақсаты бізде халықтық өнердің әлі де өшпегені. Ол халықтың бойында барлығы. Ол енді дамытатын болса, ары қарай жарқырап көрінетіндігі белгілі болды. Тағы бір сұрақ қойып жүргім келіп тұр. Шырымбек айтқан мәселемен дипломды айтыскерлер біздің қоғамға қажет деген пікірмен сіз келісесіз бе? Ешқашанда өнерді дипломменен мынау сонда өнер адамы деуге болмайды. Рахмет аға. Мына оң тізеңізді басып отқаныңызды білесіз. Бекболат аға, қош келдіңіз студиямызға. Аға, қазіргі айтыстың сипаты туралы сізден сұрағым келеді. Қазіргі айтыс бұрынғы айтыстан көрі әлдеқайда жоғары дәрежеге дамып кеткен сияқты көреді. Ал мас қызық болғанда мен де айтысқам 86 жылы. 86 жылы Алматы қаласының студент жастар арасындағы чемпионы мен болғам. Жұлдыз дейтін қыз болды, осымен Табылды дейтін досым болды, Нұрым дейтін бір азамат болды, Қайыртай дейтін жігіттер болды. Солардың бәрімен шығып айтайын дегенім. Сол кезде жасыратын жоқ. Шыққан айтысымыздың 95% заготовка болды. Дайындықпен келдік. Кейбір айтыс шығу үшін, мен Асылдан атайын білет, жазып алдымызда қағаз тұрды. Солай ғой? Дамыту керек қажет болды. Сол кезде бір қызық нәрсе бар. Бір куплет қана, бір шумақ қана, бір суырғаным есімде, тура қымыз таусылып қалды. Алдыма жаңағы минералды су құйып жатқанда, осы жерде талай ақын жарысып алдынан келіп табысыпты. Ей, казгуде болып жатыр, ей, казгу бірте сұйылдың ғой, қымыздың минвадаға ауысыпты. Bir керемет неде жоқ бұл жерде, бір шеберлік те жоқ, басқа да жоқ. Бір бар болғаны бір өте қарапайым ұйқасқа 4 жолда 4 таған сүргенде зал бір қырлық баласады. Сол кезде қарап отырсақ, елдің табалабы да қазіргідей емессін, талғамы да қазіргідей емессін. Сол кезде бір керемет ашық ниетпен келіп отыратын. Қазіргі жағдайда айтыстың деңгейі, мына кейінгі шығып жатқан жастардың деңгейі, сырымдардың деңгейі, я болмаса мына мейірбектердің деңгейі деген бұл керемет. Бұл ғажап бұлар. Сөз саптастар айтуға келмейді. Планканы жасыратын жоқ, Алмас Мұхаммеджан Тазабек әкесінен танып тұрып потолокқа қойып кеткен. Сол потолокқа жетпес болып, сол айналып өтіп, басқаша нәрсемен кетіп. Ал Балғынбектердің әкелген құбылысы, айтысқа келген жаңалықтары, ол да айтуға келмейтін нәрсе.
қарап отырсақ орысшаға да салды, қазақшаға да салды, әнге де салды. Айтыс қазір көз алдыңызда шоуға айналып бара жатыр. Бірақ шоуға айналып бара жатқанмен шоудың арасында кеше қараңызшы. Ана әңгімесі ауылдың елбасын жолдау деп келеді. Ешқашан егес қалаған емес, нәсімді қасынан тастаған емес деді ғой. О расында да солай. Неге ел күледі, неге қырып? Өйткені елдің көкейіндегі нәрсе айтылады. Бірақ қалай айтылады? Сонымен аға диплом артықтық етпейді. Артықтық етпейді емес, диплом керек. Керек. Айтысты сынайтындардың дені журналистер. Олар ақындар сөз киесін сезіне алмайды. Көркемдік деңгейі төмен, кімнің нан жесе, соның сөзін сөйлейді деп кейді. Сондай әріптесімнің бірі арамызда отыр. Бейсен Ахметұлы. Ассалаумағалейкум. Бейсен, қазіргі айтыстың жайын енді журналистің аузынан естігіміз келеді. Сіздің көңіліңіз толады ма осы айтыстың? Толғанда мұның көп жақты қарауға болады. Және Бекболат ағаларымыз бар айтып жатыр, енді шынымен жоқтан бар болғаны шын, дамып белгілі дәрежеге көтерілген шын. Бұл енді осымен тұрып қалмау керек қой. Мысалы, өздеріңіз білесіздер, айтыс деген ол тек қана саяси дода емес қой. Ол деген сөз таласы, ол деген шешендік керемет, көркемдік. Енді мен жерде бір ойлаймын, бұл жерде бір жүйе болу керек айтыста. Мысалы, бір айтыс өтіп жатыр. Жақсы. Өтіп жатқаннан кейін оны қалай бағалау керек? Кәдімгідей критерийлер болу керек. Сөз шешендігі, оралымы, тапқырлығы, құнарлылығы, қоры, мысалы, саяси санасы деген сияқты. Енді жаңағы төрешілерге, қазыларға талап қойылу керек. Оған ана жерде бірнеше ғалым, мен жерде бір үлкен қоғам қайраткері, мына үлкен журналист деп жадағай адамдарды әкеп көргеннен гөрі, арнаулы жаңағы тіліп айтатын мінезі бар. Мінез деген ұлтқа қызмет етеді деп айтады ғой. Пікірі бар адамдарды кәдімгідей жинап, семинар ұйымдастырып, кәдімгідей сонымен жиналыс өткізіп, оларды дайындау керек. Өздеріңіз білесіздер, кейбір ақындар қазақтың тілін әйелдің ішкөйлегіне шықын теңеп, бір киелі нәрселерді сондай нәрсеге шықын барған жігіт. Сондай кездерде оны бір рет басып тастауға болады. Ол деген, сол кезде ол ойлайды, біздің үлкен ағаларымыз бар, немесе жаңа қазылар бар, ертең ұят болады деген нәрсе болады. Сосын қазір ол айтыс деген біреулердің шерін шығаратын нәрсе емес. Келеді дағы өкіметті жамандап шерін шығаратын, немесе халықты жаман, халықтың бір аудиторияны өзімізге қаратамыз деген бұлардың бір сөзі бар. Аудиторияны қарату керек, сосын жюриге кімдер келді, бұлар нені жақсы көреді, соларды айту керек. Сол кезде біз ол оң қояды дейді. Міне, көрдіңіз ба? Өстіп келеді дағы халыққа жағамыз деп ананы айтады, мынаны айтады, сөйтеді, ол бір партиялардың арасындағы төбелес сияқты болып кетеді. Сосын қайту керек. Оның дәрежесі төмендеп кеткеннен кейін өкімет қайтеді. Осы жерден шамалы үзіліс жасаймыз. Аздаған минуттан соң студиямызға Қаз айтыстың бас редакторы Ұларбек Нұрғалым кіреді. Арнамыздан алыстамаңыздар. Ашығын айтқанда ток-шоуын одан әр жалғастырамыз. Бүгін біз айтыс туралы ашығын айтып отырмыз. Егер арнамызды жаңа ғана қосқан болсаңыз, бұған дейін болған әңгімеге қысқаша құлақ қойыңыз. Қоғамның талабына сәйкес бұл мамандық ашылып отыр. Қазақтың бойындағы осы өнер бар ма бойында? Сөз саптастар айтуға келмейді. Бір планкын жасыратын жоқ, алмас Мұхаммеджан Тазабек әкесінен танытып потолокқа қойып кеткен. Айтыс деген біреулердің шерін шығаратын нәрсе емес. Келеді дағы өкіметті жамандап шерін шығаратын. Жаңғына өйде еткенімізде Қаз айтыс сайтының бас редакторы Ұларбек Нұрғалым шақырам ортаға. Ұларбек, қош келдіңіз. Қазіргі айтыстың интернеттегі бет-бейнесі болған, сол Қаз айтысты басқарып отырсыз, диплом бар ма? Айтыскер деген жоқ па? Енді мынандай мәселе. Жалпы сіз айтыскерлер одағы деген одақты білесіз бе, соған мүшесіз бе өзіңіз? Одақты білем, мен енді ол жаңағы өзім айтыскер емеспін. Тек айтыскерлер мүше болады ма? Айтыскерлер мүше болады. Жақсы, сайт туралы аз кем. Енді сайт мынау кез келген жаңағы телеарна болсын, кез келген радио болсын, ұлтқа қалай қызмет істеймін деген сияқты, мысалы сіздердің ашығын айтқанда ток-шоу деген сияқты бар ғой енді. Сонда Қаз айтыста сол өз сала-сала бойынша айтыстың арнайы бір мамандандырылған дейміз бе, жаңағы Шырынбек ағамыз айтқандайын, өздерінің бір сайты болатын уақыты, немесе өздерінің бір ортасы, жаңағы осындай бүгін әлеуметтік
желілер бар, бүкіл өзі бақ құралдары бар. Солардың бір өздерінің ортасы болып отыратын уақыты жетті. Негізі ол қоғамның ұсынысына, сұранысынан туған дүние негізінен. Бұнда біріншіден айтыскерлер, мына әншілер секілді телеарнадан көрінгені болмаса, халыққа онша бір көздері қанып көріп жүрген жоқ айтыскерлер негізі. Кейінгі кездегі экраннан шықпай қалғаны бар айтыстың. Сонымен кәдімгі ақындарды жұрт сағынды деп болады. Ақпаратты береді екенсіздер, жаңалықты береді екенсіздер. Біз, мысалға, мен 70-ші жылдарда ғана Сұлтахан жасаған хабарларды көргім келеді, сол нәрселер бар ма деген сұрағым келген жалпы. Ол қорлар көбісі енді телеарналарда ғой. Оны біртіндеп жаңағы бізде ол тарихи айтыстар көп жоқ. Қазір айтыскер.com деген сайтта онда да жарияланып жатыр. Айтыс дегенде эфирге шығару деген проблема ол үлкен күреспен шыққан дүние. Ол қазіргіде ұйымдастыра алсаң, қаражат тапсаң, ақындардың басын қосып бір аудиторияны сатып алып өткізуге болады. Ал ол кезде соның бәрі болып тұрып, оны эфирге дайындап шығару, жазу деген ол үлкен қайраткерлікпен істелген шаруа. Сондықтан да ол эфирге шығармау үшін ойбай, егер де айтыс болатын болса, ана ауыл менен мына ауылдың айтысы болып кетеді, ана облыс пен мына облыстың басшыларының намысына тиеді. Ана елді басқарып отырған пәленшекеңнің ауылын жамандап жүрсең, түгеншекең өкпелеп қалады деген сияқты пікірлермен айтысты мен 3 жыл бойы эфирге шығара алмадым. Неге біз оны бәйге деп шығардық? Бәйге деп жаңа айтыс деген атпен шығаруға жол болмағандықтан, рұқсат болмағандықтан мен оны алып барып, анау офицерлер үйінде бәйге деген атпен тұңғыш рет осындай хабар жасадық. Оны таза айтыс болып кетпес үшін ананың ішінде жаңағы жырауларды, жыршыларды, тағы да өнер адамдарының ішіне қосып отырып, ана тұздықтап отырып, аудиторияны ұстаудың бірінші амалы ғой. Бірінші рет жасалып отырғандықтан осындай толық үлкен сценарий жаздым. Сын айтқандар болды ма аға? Сын айтқан жоқ, шынын айтқан кезде бірінші осы айтыстың мынандай туғанын көргеннен кейін бүкіл халықта үлкен эйфория болды. Мен мысалы үшін 1000-нан аса хат алдым бір аптаның ішінде. Бұл дегеніміз біздің айтысымыз оянды, біздің айтысымыз қайтадан туды, біздің айтысымыз тірі екен деген сондай хаттар болды. Топ менен барлық университеттерден келді хаттар, зиялы қауымның бәрінің атынан келді. Жақсы аға, сын туралы бекер айтқан жоқпын, айтыс туралы сын айтатындар өте көп дейді. Солардың біразын назарларыңызға ұсынғымыз келеді. Көрелік. Айтыс автоланды, нұрланды, қысқа балақтанды, жанрын ауыстырды. Ол енді ода. Ақиқат айтылмаса айтыстың ата сөйлет. Меніңше айтыс баяғыда қайтыс болған. Бұлар тек оқта текте сол айтыстың моласының басына жақсылығы үшін емес, бақсылық үшін жиналады. Айтыстан жұрнақ іздесең, Қытай қазақтарынан тауып қаларсың. Негізі оларға Қытай ерікті айтысты жандандырыңдар деп бермеген. Өз еліңдегі қазақ деген халықтың жаназасын шығарыңдар деп берген. Бұрынғының ақындары көргеннің көз жауын алатын жорық еді. Бүгінгінің ақындары көрінгеннің дауын салатын дорба болды. Айтысқа баруды қойдым. Біріншіден айтысқа монополия орнатты. Оған қатысу мен айтыс кезіндегі ұстанымдар бақылауға алынды. Екіншіден айтыстың сапасы төмендеп кетті. Тар шеңберден шыға алмайтын ақындар, қоғамға ой түрткі сала алмайтын сөздер, аға мен қарындас немесе жеңге мен қайынсы болып айтыса қалатын жұптардан ести шаршаған сөздер. Дәстүрлі болмысын заманауи талапқа сәйкестендірмесе, бұл өнер бара-бара құриды. Біраз азаматтан әңгімесін тыңдап өттік. Енді осыған қандай ниет бар сіздер? Бұл айтқанда бір жақ жаны бар, бір жақты пікір. Бір жақты. Оның бәрі жаңағы жүйесіздіктен келіп шығып тұр ғой. Мысалы, жаңағы ақындарға бір мұқтаждық болса, жаңағы бағалау жағынан, жаңағы қазылар жағынан, сосын қоғам жағынан, ол амалсыздан соған бейімделеді. Біз соған бейімделе алмағаннан кейін қазір кім мақты болса, немесе кімнің маңайында жүрсе, солар өздері бөлек-бөлеген шамасының келгенше ұйымдастырып жатыр. Өйткені заман солай болды. Бекболат аға, жүйе туралы осы кісінің айтып отырған. Бейсеннің айтып отырған сөзі бар ғой кім? Тура қышыған жерде қасығанда дәл үстінен түсіп айтып отыр да. Тура осылай болу керек негізінде. Жүйесін жасау керек, белгілі бір критерийлер анықталу керек. Сен не үшін 10 көтердің, не үшін 8 көтердің, сонысына кәдімгі елдің алдына жауап беру керек. Сосын екінші мынау өзі көрермен күрес көрген кезде, айтыс көкпар көрген кезде, елдің арқасы көтеріліп алған кезде, Ағатай Сұлтан ағам айтып отыр ғой, кейбір нәрсені көрген сол кезде керемет болып көрінгенмен, тура экранның алдына шығарып көрсеткен кезде,
жаңағы ол ойындағыдай болмайды, бір эмоциямен қабылдайтын нәрселер бар. Осының бәріне майталмандықты, профессионализмді шыңдау керек. Сосын 4 адам Аллаға шүкір болсын, ол да болсын. Сонымен қатар арнайы түрде институциализация дейді ғой. Кәдімгі мұны жүйеленген түрде жасап отырып, ақындармен семинар өткізу, ақындардың жаңағы деңгейін көтеру. Сосын мына екінші бір нәрсе бар, кім Алмас. Бұл өткенді жақсылап біліп алмай, жақсы ақындардың бәрі өткендегі Жамбыл Құлманбет, Шашубайлардың айтысы, осылардың бәріне жетік. Мысалы Жандарбекті білеміз ғой, бізге өте мықты ақын ғой. Жандарбек бұл уақыттың жаттамаған нәрсесі жоқ. Оның басында бір 6-7 кітап бар, жатқа біледі. Мына Шырынбектердің басында бір 2-3 кітап жайынан бар қазір. Отырсаң, ана жылы Мұхамеджан Тазабеков мынаны айтқан, Оғозы Мелис мынаны айтқан, тағы мынаны айтқан деген сияқты нәрселерді біледі. Осы арнайы түрде, жүйелі түрде оқытқан кезде 4 адам аздық етеді, жаңа бейсен айтқан сияқты. Бұны бірнеше адамда жинап алып, арнайы түрде бұның кәдімгі семинарын, тренингін өткізу керек. Одаққа міндетті түрде кім Алмас қазір мына халықаралық жыршылар мен ақындар жыршылар одағы бар ғой. Бұған арнайы түрде мемлекеттен қаржы бөліну керек. Сосын кез келген нәрсенің негізгі функционерлер іске асырады. Біз енді қазір аппаратчик десек, функционер десек шоши бастайды ғой, шенеунік десе. Олай емес. Бұл арнайы түрде функционерлер мемлекеттің алдында есеп беріп, осынша ақша бөлінді, осыны біз игердік, нәтижесінде мынандай шаруалар болды деп келіп, ертең алтын домбыра болатын кезде осылардың бәрі ескеріле келіп, ол міндетті түрде жаңағы жюрилерде осыны ескеріп алып. Жюриді айтыңызшы, жюриді қалай таңдайсыздар сіздер осы Жүрсін аға екеуіңіз? Ол былайша айтқанда елдің бір көзайымы секілді, бір елдің бір абыз секілді бір үлкен буынның өкілі ретінде келіп отыр. Ал енді Мұхамеджан Тазабек. Оның енді білесіздер. Дау жоқ енді ол. Оған ешкім дау жоқ. Жақсы, сосын анау-мынау дегенде де мен де наша құралақан емес екенін бағана айтып кеткен жақсы болған екен. Бағана айтып жатқан ақталған сияқты болып қалатын едім. Жалпы мен поэзиядан алыс болған кезім жоқ өйткені. Мен басында енді біраз менде жаттаған, паттағаным бар, енді оны тексерулер. Жоқ, аға, жаңағындай көпен әмірбек. Айтыстан кішкене сәл қашықтау, әдебиеттен, болмаса сатирада жүрген, театр сахнасында жүрген кісілердің сондай көкелеріміздің отырып, көңіл жықпастықпен жаңағы бір балаға 10 қойып жібере салғаны, ананың қанжығасына бір осалдау түспей ма, ананы бір обалдау жасап жүрмейміз ба деген нәрсе ғой енді ол. Сол жаңағы тек қана ол айтысып отқан бала зардап шекпейді, ана жерден айтыс тағы күйрейді, сағысынады деген секілді нәрселер болмайды. Олай деп ойламаймын. Осы жалпы сол жерге кіріскен адамдардың бәрінде бір қағары сол сөздің қадірін түсінетін деңгей солардың біразында бар. Негізінен өз қараған кезде ығында бұл кез келген жағдайда, кез келген комиссияда, мемлекеттік сыйлық беру комиссиясы бола ма, я болмаса жаңағы атақ беру комиссиясы бола ма, айтыстың жюриі бола ма, әншіліктің жаңағы республикалық конкурсы бола ма, осының бәрінде өзі негізгі былай адамдардың деңгейін өлшейтіндей қабілет әркімде болады. Әркімде болады. Бірақ негізі бұның бәрі біраз уақыт өткен соң мамандандырылады. Және бейсен айтқандай жағдайға бірте-бірте келеді. Міне осы жолда айтыс туралы қазір аузын қушықпен сүртіп отыр бір адам, құрыды, үйтті бүйді. Құрған жоқ. Құрыса тура қоғамда осындай әңгіме болмас еді. Егер айтысты көрмеймін деп атқанның өзі көргендігінен, айтысты көрмеймін деді, айтыс былай көрмесе оны қайдан біледі? Көрмесе, оның пікір айтуға қандай хақысы бар? Серік Абасов айтады, жаңа Нұрланды, Автолан, одан қысқа балақтан айтыс құриды дейді біреулер айтады. Ол өзі құриды дегенде әркім Толстойдың сөзі бар, сколько чувств, столько прав на свете деген сияқты, қаншалық сезім болса, сол жалшындық бар. Әркім өзі құрбақан, құдықтың түбіндегі құрбаққа аспан теңгедей көріпті деген сияқты, жан-жағына қарай алмаған соң, осылай көреді. Екіншіден, біраз адамдар сөз қуады. Сырттай әдемі көрінгенмен, мына сөздің ешкім өзіне жауап бере алмайды. Ол не деген сөз? Нұрланды деген не деген сөз? Қысқа балақтан деген не деген сөз? Сондай сөз бола ма екен? Айтсаңызшы енді. Енді ол не деген сөз? Айтуға келетін сөз емес. Бұл бар ғой. Әйтеуір сөйлеп қалу керек. Сосын екіншіде елде ешқандай өзінің айтқан сөзіне жауапкершілігі жоқ. Қазіргі кезде Фейсбукта отырып алып аузына келгенде былайша айтқанда лаға салып оттай салуға болады. Кейін оған жауап беремін деп бетпе-бет келіп жауап берсін. Ол не деген сөз? Және жаза салған бойынша жаңағы сөз түйіп, оған байланысты тұжырым айтып, оған байланысты ақталып жатудың өзі артық. Айтыс әдебиеттен гөрі журналистикаға жақын деген нәрсе бар. Осыға қалай қарайсыздар? Егер ол шын поэзия болатын болса, ол ешқашан журналистика емес. Оның ішіндегі айтылатын, көтерілетін оперативті, жылдам проблемалар, мәселелердің төңірегінде айтып кетіп, өзінің журналистикаға жақын деп отыр.
Алып қараңыз, анау Жамбылдың өлеңдерінде сол заманның шындық әлеуметтік мәселелер айтылды ма? Жырларында айтылады. Яғни дәл сол кезде күйіп тұрған мәселелерді айтқандықтан да Жамбылда ана сөздердің өткір болды. Сондықтан ол бүгінгі күннің ең өзекті мәселесін ақын болғаннан кейін ол жазба ақын ба, ол айтыс ақын ба бәрі көтеру керек. Ал екінші жаңа журналистке жақын бола алмайды, өйткені ол шын поэзия болатын болса ол поэзия. Болмаса жоқ, поэзия емес. Ол бір. Екінші менің айтайын деген. Мына жаңа сіздердің әңгімелеріңізде біз бірнеше нәрсені шатастырып алып отырған сияқтымыз. Аудитория туралы айтасыздар. Жалпы екі ақынның айтысының эстетикалық мәселелері туралы сөз болады. Бұл өте ауқымды мәселе. Біз егерде жаңағы қазылар алқасы туралы айтатын болса, қазылар алқасынан өздері отырған залдың ішіндегі жұрттың реакциясы әсер етпей қоймайды. Дұрыс айтасыз. Олар барлығы бір сәтте, бір моментте жаңағы сахнада отырған екі ақынның сөзіне қарайды. Сол бүкіл жаңағы аудитория қуанып күлетін болса, соған қуанады. Ал бірақ ол қандай аудитория? Мысалы, кейде қарап отырған кезде болымсызға, түк көтермейтін сөзге күлетін аудитория бар. Күлмейтін жерге. Қуанбайтын нәрсеге қол шапалақты бұралап жататындары бар. Сонда біз қай аудиторияның қай талғаммен қарауымыз керек? Мәселе сонда. Екінші, жаңағы кез келген айтыстың эстетикалық жағы да бар, эмоциялық жағы да бар. Әрбір сөздің жаңа түйіні мен дәлді айтуына байланысты, кейде сол сөз тіпті көркем айтылмаса да, көкеге қонатын сөз болса, кейде соған риза қуанып қаламыз. Мінекей біз осы жағын саралай алатын, ең алдымен білікті де білімді адамдар керек ана жерде. Осы жерден шамалы үзіліс жасаймыз, аздаған минуттан соң қайта көрсететін боламыз. Сіздер ашығын айтқанда ток-шоуын көріп отырсыздар. Бүгін біз айтыс тақырыбын талқылап отырмыз. Аузымыздан авария болмау үшін айтысы да дұрыс қой. Оқып алған елімізде жалпы бірінші рет ұйымдастырылып отырғаннан кейін бұл мамандықта жаңағы оқытылатын пәндер, сосын кейін білім беретін мамандарға байланысты мәселе толық шешілді деп айтуға болмайды. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Ортаға белгілі айтыскер Серікзат Дүйсенғазы шақырамыз. Қош келдіңіз. Серікзат аға, айтыскерлер туралы неше түрлі әңгіме айтып жатырмыз енді. Сіздің көзіңізді бақырайтып қойып сынағанымыз ұят бар, сондықтан да өзіңізде айтыскерлердің де біреуі келсін деп ойладық. Қазіргі айтыс туралы жаңа Фейсбуктағы жігіттердің жазбасын жарияладық. Айтыс автоланды дейді, айтыс нұрланды дейді, айтыс қысқа балақтанды дейді. Жалпы айтыскер ақындар сондай дәрежеде жүрмей қазір? Айтыскердің біреуі жаңағы қалай айталық, қоғам жаңағы өзінің пікірін ашық айтатын ақын болу керек. Біреу сол қоғамның қазір жүріп жатқан бағытын қолдайтын айтыскер болу керек. Біреу жаңағы ортамызда жаңағы дінді қолдайтын айтыскерлер болу керек. Ортамызда басқа қандай енді? Автомобиль жақсы көретін айтыскерлер болу керек. Сонда сол болғанда бір айтыс деген дұрыс болады кәдімгі. Біздің өмір сүріп жатқан қоғамымызға сай болады. Сондықтан мен енді оған дұрыс көзбен қараймын. Пікір әрине айтылады, сын болады, сын болмаған жерде түзелмейді. Сын болған жерде ол өсу болады. Айтыс қазір өзінің биігінде ешқандай құлдырап кеткен ештеме жоқ. Ринат қайда жүр қазір? Ринат қазір Алматыда телевидение саласында жүр ғой. Еларнада жүрген, бұрын қазір қай салада екен? Өкпелеп сол, өкпе айтып жүргеннің біреуі сол ғой осы айтысқа. Енді ол өкпелі кезінде біз айтқанбыз. Ол уақыт өтеді, Ринат қайтадан айтысқа қайтып келеді, ол жатқан ештеме жоқ. Ол бір уақытта адам өкпелейді, ол айтысқа емес, керек болса ағайын туысыңа да өкпелеп кетесің. Соны қайтадан қайтып келіп табысасың, сондай нәрсе ғой енді ол. Өмір деген ағым. Ринатты бекер қозғаған жоқпыз, Ринаттың бір екі оралымның шумағын тыңдап көрейік. Боздаса кеудемдегі бота мұңым, құл болған қажытады соқа күнім. Кедейлерді қудала байшалқытсаң ешқашан әпермейді опа мұның. Айына 360 мың долларлап айлық алған бетсізі жоғарының. Біреуі Африкада аңаулап жүр орманын отап болып отанның. Бақшасына Бразилияның талын егет, ақшасына ауылдың шопанның. Біреуі бір ауылдың жыл бюджетін шашады, шубысына тоқалының. Апырай, бұлар қашан тоқтатады, елімнің қазынасын қопаруын, осындай опасыздарды ойнақтатып, сен қайда қарап тұрсың, о тәңірім.
Серзат, Ринатты тыңдап көрдік. Дәл осындай нәрселерді қазіргі біздің айтыскерлер айта ала ма? Кешегі енді айтысты көрсеңіз, дәл осы 2 күн бұрын жылдың қорытындысы ретінде бірнеше күн бұрын өтті айтыс алтын домбыра. Сол жерде біздің ақындар қалай айтты мысалы? Осы Ринаттың айтқанын айтып жатыр ақындардың бәрі. Ринаттың да айтқан жерлерінде артық кемі бар әрине. Жаңа қарап отырған кезде жерде жаңағы отан кірім деген енді артықтау енді Құдайға өйтіп айта алмаймыз ғой. Жақсы аға, Бекболат аға айтыңызшы. Осы Бауыржан мен Ринат Халиолланы айтамын. Жаңа тыңдап өткен Ринат айтысқа өкпелеп жүр. Айтыстың басы қасында жүрсіз. Не істедіңіз өзіңіздің інілеріңіз ғой? Неге өкпелейді? Қалғандар былай кім Алмасжан, кейбір нәрсені айту үшін адамда бір құқық хақысы болу керек. Мысалы үшін өздерінше көп адам бұқар жауға еліктегісі келеді. Бұқар жау айтты, сен Түркістанда жүредің, үйкісін төлеп үйлердің түйесін баққан құл едің, андай едің, мұндай едің деп айтады дейді. Бірақ ол Абылайдың қалыптасуында бұқардың рөлі бар ғой. Ол Абылайды Абылай қылушы тұлғалардың біреуі болған соң, оның айтуға хақысы бар. Ал енді президент түгілі ауылындағы совхоздың директорына сөз өтпей отырып, президентке сен қайда бұның не президент деп сөйлеуге хақысы жоқ қой оның. Ол біріншіден деңгей, ол оған дейін экономист ретінде, заңгер ретінде, саясаткер ретінде өзім бір дәлелдеп шыққаннан кейін барып айтса, я болса мен саған мынандай жасап едім, осының не әрі қарай деп айтса, бар болғаны бір кішкентай ғана бір тусовкада жүрген жігіттер елдің дастархан басында эмоциясын әкеліп сақтаған айтады. Сосын кейбір шынында да кейбір ойдың үстінен дәп түсіп айтады. Дәп түсіп айтады. Жаңа айтқан сөздерің рас шынында да. Бразилияға байланысты, елдің орманы отап болды деген сияқты нәрсе көкейіне түседі. Бірақ кімге айтып жатыр? Сен қайда қарап отырсың, отаңырым деген сөз емес ол. Ол сен Құдайға сөз айтатын тепсін етін кімсің? Адамға тепсін, басқаға тепсін. Бірақ енді осыны табанасына суырып салып айтқан жоқ енді. Мынандай тұтас осы құйылып тұрған өлің табанасына суырып сахнада келмейді. Оны дайындап келді үйден, басқа келді, өлшеп алды, елдің осыған ду ете қалатынын біліп айтты деген сияқты. Сондықтан да адам өзі бар ғой, бірде анау ақылы бар ит сүйекті жұтар алдында шығатын жермен өлшеп алады дейтін Қалтай ағамның сөзі бар. Сол бір нәрсе сөзді айтардың алдында өлшеп барып айту керек. Осы сөзді айтуға менің хақым бар ма жоқ па? Сосын екінші жауапкершілікті алу керек. Дүниеде сын айтқаннан оңай нәрсе жоқ. Сен қалың елдің ортасында отырып айтасың ба? Мықты болсаң сен айтудың басқа тәсілін ойлап тап. Екіншіден айтып оны елді дуылдатқандай мәселе дуылдатқандай емес. Мәселе осы сенің көкейіңдегі мәселенің шешілгенінде. Шешілгенде сен біреудің нервісіне тиіп, біреудің жүйкесін шығарып, мәселе шешпейсің. Ол жігіттердің де айтып жүрген жануар бидықпат айтыс, қазіргі айтыс, біреудің қол шоқпары болып кетті, біз ондай бола алмайды екенбіз деген секілді. Былай олай болғанда айтыста міндетті түрде сын айтылу керек. Айтыс егер бар ғой, Алмас енді біреудің көңіліне келер, біреудің көңіліне келмес. Айтыс азусыздан қыз електеніп бүкіл тісін жұлып тастаса бар ғой, айтыстың бүкіл қасиеті кетіп қалады. Айтыстың бүкіл ғажабы, орысша айтқанда прелесть дейді ғой, бүкіл ғажабының өзі оның айтуында. Бірақ айтқанда мәселені қалай айтасың? Баяғыда ханың тісін тіс жорғыш шақырған айтады ғой, бүкіл тісім саудырап түсіп қалды десе, мынау жаман түс екен, бүкіл тұқым заузатын қырылып соқа басын қалады екенсің деп оған дүре соғып, сосын келесі жорғышын шақырғанда, ой ғажап түс, тұқым заузатын үрім бұтағын көрмеген күндерді көреді екенсің дегенде сыйлық бер дегенде екеуі бір сөз айтып отқан. Мәселе оны қалай айтты? Сен көкейіндегі нәрсе проблеманың жоғарыға жетуі болатын болса, сен өзің қызыл тіліңді безеп отырып, керемет ақындық шеберлігіңмен халықтың мұңын айтатын болсаң, оған ойлан. Оған сен кәдімгі майталмандықпен кел. Сен жеткізетін нәрсені жеткізіп қал. Ал беттен алып жабаға сыйып ол мәселе шешілмейді. Сосын мақсат ниетінде көңілің елді дуылдатып, сен керемет бәрекелді айтқыш екен, ой қорықпайды екен деген сөз үшін айтып жатсың ба? Әлде осы мәселе шешілсін деп айтып жатсың ба? Сен өзің сұрақ қой, содан кейін барып елдің алдына шық. Бір нәрсе қосып кетсем ал. Әрине. Мен осыны көп мысал қыламын енді. Қазір біздің көп ақындар жаңағы тіке айтуға құмар да, енді ол өзімізге де біреу жаңағы бетімізге айтып қалса, өкіліп қаламыз ғой, бетке айтса ол өте қиын нәрсе. Бір Мұхамеджанның бір айтқаны бар. Иә. Тазабектің кезінде. Осы шумақ бізге бәріміз үлгі болу керек. Бір Алматыда бір мешіт салынып, 10 жыл салынып, шулап, бір халық сол кезде наразы болып, ақындар айтып, бір Ермек Жұматаев шығып, кожаный мешіт салар уақыт болды, мешітке соған қойын терісінен де тағы бір ақын тағы бірдеңе айтты, Шорабек ағамыз айтты, басқа ақындар сынап жатқан кезде сол мешіт салынып бітті. Біткен жыл бір керемет айтыс болды, Бекарыс пен Мұхамеджанның айтысы болды. Екі мықты ақынның. Сол кезде шығып Бекарыстың айтатыны бар ғой, мешіттің құтты болсын деп. Сонда Мұхамеджанның айтқан бір шумағымен көкейімнен кетпейді.
Ол енді бәрін айтты ол жерде, бірақ ешкімнің көңіліне тимейтіндей қылып айтты. Мен қысқаша айтып берейін, есімде қалған. Бірдеңе жаңағы мешіттің құтты болсын деп жатсың, бірдеңе өлеңмен ашып берді. 10 жылда әрең біткен жаңа мешіт жалғанға жарық нұрын шашып келді. Мешітті сап берді мәз қылдық қой, харамнан қар жиған кәсіпкерді. Қазақтың діндарлығы сол емес пе? Мешіттің де храпыны басып берді, сүндеттелген көсегің жоқ бөт деп сүйегіңе таңбасын басып берді деді. Бұл жерде бәрін айтып тұр. Бірақ ол ешқандай жаңағы маңдайдан ұрып ешкімнің бетіне келіп сен оңбағансың деп тұрған жоқ қой. Мәселе осыдан үйренуіміз керек деп жаңа Бекболат ағаның айтқан сол. Осы мәдениетті айту, астарлап айту, халық түсінеді оның барлығын. Ол жаңа бұл өлеңнің ғұмыры ұзақ та. Ол тұрба бұл Махамбеттің заманы емес, ол соғысқа тұрған. Артында әскерің тұр, ана Жәңгір ханның басын шабамын деп тұрған кезде сен хан емессің, қасқасың. Немесе жаңағы кімнің Марқасқа жыраудың заманы емес. Ана жерге хан тұрсынның қасында есім хан етіп басын кескелі тұрған. Қазір басқа заман ғой енді. Заманына сай өлең айту керек те мәселе. Осыған біздің ақындарымыз мына нәрсені айтайыншы. Қазір өзі бар ғой. Майдан нелегенная война дейді ғой. Майдан шепсіз. Бүкіл жерде майдан. Ол бүкіл әлеуметтік желіде майдан жүріп жатыр. Қазір кейбір елдердің шекаралары өзгеріп жатыр. Бірақ майданның бәрі шепсіз болып жатыр. Өсіп отырған кезде бір дастарханның басында бір үйдің ішінде 2 адам бар, баррикаданың 2 жағында. Баяғыда берілетін советтің әскері мында тұр, немістің әскері мында тұр, екеуі бетпе-бет соғысатын. Қазір бәрі араласып кеткен. Тура сондай шепсіз майдан біздің руханиятта жүріп жатыр. Осы кезде ең басты нәрсе, мәселе Нұр Отанды қолдайсың ба, басқаны қолдайсың ба? Ең басты бір ұлы мақсат бар. Ол қазақ ұлтының тас түйін бірлігі. Пікірің керек, пікіріңді ашық айт. Баға пікірің сенің, егер сен ұлттың тұтастығына, сен қазақтың келешегіне көлеңкесін түсірсе, пікіріңнің әкесі. Қоқой. Біз жалпы бұл айтыстарды әртүрлі аспектіде қарауымыз керек қой деп ойлаймын. Жалпы бұл өте үлкен синтездік өнер. Бұл жерде барлық жаңағы детальдардың бәрі рөл ойнайды. Ең аяғы адамның дауысына дейін, ақындың оның тұр-тұлғасына дейін, қимыл қозғалысына дейін. Оның бәрі әсер етеді. Сондықтан да бұл синтездік өнер ретінде қарауымыз керек. Екінші, біз бұл жерлерде өзі жалпы ақынды бағалаған кезде осының барлығын комплекс түрде тастай қарауымыз керек. Кезінде бұлай болды. Бірнеше бір үлкен айтыстар болды. Соған жаңағыдай қазылық жасадық. Ол кезде марқұм Жәнібеков Терез, соғыс төраға болды. Ол кісі екеуміздің пікіріміз бір жерден шықты. Сонда бір айтысты бір жақсы келіншекке бердік, жасыратын жоқ. Дауысы да демеді, сөзі де демеді. Өлеңдері орташа ғана. Бірақ ана жерде аудиторияны жаңағы кісі алып кетіп отырды артық. Жаңағы ортаның әсері халықтың ықыласы ауып кетіп отырды, еріксіз жаңағы ақынға берді. Одан көрі тағы да бір ақын болды Қызылорданың. Енді тұр-тұлғасы орташа ғана, бірақ оншалықты бір сүйкімді емес. Дауысы да өзі дауыс сиқы жоқ екен. Бірақ сөзі мірдің оғында әгінің. Әгін айтады, бірақ әгі сөзінің дөп тимей жатады. Көке енді айтыс сөз өнері демейміз ба? Көрдің, жоқ. Айтыс деген неліктен мен жаңағы синтездік өнер деп отырмын. Ананың бәрі әсер еткен кезде, сонды бағалаған кезде осыда есеп қалынады. Мен ақынға мынандай талап қойса деп өтірім. Ең алдымен неғұрлым ақындарымыз білімді, неғұрлым өрелі, неғұрлым интеллектуалдық дәрежесі биік болатын болса, мәдениеті де биік болады. Сөз мәдениеті биік болған сайын оны халық ұқпай қалмайды, ұғады. Мінекей, осылай талап қойымыз керек. Ол үшін не керек? Жаңағы ақындарымызға көп білім керек. Ақын дегенде ол ешті таусылмайтын шексіз білім керек. Екінші, біз ақындарды миллион халыққа қалай шығаруымыз керек. Егерде мына аудиторияға беретін болсақ, я болмаса мына жерде отырған мына шағын ғана сахнаның ішіндегі адамдарменен ана аудитория екі басқа. Сондықтан олардың әрбір сөздерін сұрыптап редакциялау деген болады. Ал телеэкранда беретін болсақ, миллиондаған ақындарға беретін болсақ, біз ана аудиторияны ойлауымыз керек. Сөздің тек шырынын, сөздің тек мәйегін ғана алуымыз керек. Әйтпесе аузыңнан шыққан сөздің бәрі асыл емес. Түсіндім аға. Ал адам жаңағы жаңылмай тұрмайды. Жаңа ұйқастың бәрі бірдей керемет көңілдегідей құйылып түсе бермейді. Ал енді бұл телевизиялық хабар жаңа айтысты берген кезде оның редакциялау деген не? Оның редакциялауы монтаж. Артық ауысты, қоқыс соқысты ішіндегі көлеңсіз келеңсіз сөздерді алып тастап, халықты тәрбиелеуіміз керек. Неге біз айтысты жамандап өстігіні көп адамдар кемшілігін айтады. Жаңағы қой ешкісі түгелдей араласып кеткен, қоқыс соқысы араласып кеткен. Ана жерде аузына не түсті соны айтқан адамдарымызды біз миллион адамға соны таңамыз. Неге? Талғам қайда?
кітапты сіздер не өлеңдеріңіз тоғалпында шығара бересіздер ме? Ал ондай талған болғандар миллиондаған отырған аудиторияны неге біз сыйламасқа? Неге сондықтан айтыстың жаңағы әрбір жасалған айтыстың тек таңдауларын, сөздің таңдауларын ғана беру керек. Осы жерден шамалы үзіліс жасаймыз, арнамыздан алыстамаңыздар. Ашығын айтқанда ток-шоуын осы жерден қорытындылағым келді, сондықтан да баршаңыздан бір ауыздан пікір тыңдағым келді. Сұлтан аға, өзіңіз бастасаңыз. Айтыс бар. Айтыс соңғы 15 жылдың ішінде өте үлкен даму жолына түсті. Айтысты дамытып отырған, тағы да қайталап айтам, миллиондаған халықта ортақ болып отырған бүгінгі заманның техникасы телевизия мен радио. Осының насихаттауда миллиондаған халықтың ортасына апарып, біздің миллиондардың өнеріне айналды. Ал енді бірақ осыны соғалыпынан тұрып қалмауымыз керекті. Оны жаңағы айтылған сөздердің қорытындысында айтыстың енді сапалық жағына, көркемдік жағына, оны әсемдік, әдемдік жағына, оны біздің ұлтымыздың дүние жүзінде бірде-бір елде, бірде-бір халықта жоқ өнер ретінде, және оны барынша жаңағы ұштап, дамытып, сосын осыны насихаттауымыз керек. Ниетке байланысты көп нәрсе, жанашырлыққа байланысты, шынайы жанашырлық болса, шынайы ниет болса, ол жаңағы бір ғана жаңа Бейсен айтып отыр ғой, Балғынбектің айтқан ішкөйлегі деген, ол жанашырлық, бүйтіп ішкөйлек сияқты қорламаңдар деген сөз қазақтың тілінде. Мысалы, солай түсінетін болсаң. Енді жаңағы сынағыш болса, Ринаттың мысалы адамдар, жалпы Ринаттың жаңағы сөзі. Сен қайда қарап тұрсың о тәңірім деп жаңағы Алла тағалаға тепсінген деген сияқты. Осыны мысалы, ол сынға бәленде елдіккен де жоқ, жаңағыны айтып отырмыз мысалы. Серікзат Дүйсенғазин. Менің айтарым, айтыс сол біздің қазақтың жаны, қазақтың қаны. Айтыстан біз қашып кете алмаймыз, себебі біздің жанымыз бен қанымыз, біздің тіліміз, мәдениетіміз, дәстүріміз соның ішінде тұр. Сондықтан жаңағы кісілердің бәрі рахаттанып соған барып отырғаны. Егер де айтыс көп болды деп жұрт сынап жатыр ғой, көбейгені жақсы, көбейгені ол біздің тіліміздің қайтып келуіне септігін тигізеді. Ақындар тәрбиелеп жеткізуге болады. Мысалы, қаншама керемет ақындарымыз бар. Сосын жаңа айтып отыр. Айтыскерлердің одағы деп отыр. Айтыс факультет деп отыр. Ол 4 адам деген не? Семинар жасасын, 200-300 айтыскерлерді. Кәдімгідей жаңағы сөз өнеріне тәрбиелесін. Сосын жаңағы жайма шуақ екі ортадан келіп, керемет бір ғалым ретінде келіп қазы бола салатын бұндай жағдай болмау керек ол кезде. Бұл нақты дәлдікпен келу керек. Айтысты бағалаудың нақты критерийі, бағалау теориясы жоқ. Айтыскерлер одағы ештеңе тындыра алмай отыр. Сондықтан да даму байқалмайды. Осы жағынан абсурдқа да ұшырап отырмыз. Айтыс факультетінің ашылуы осындай абсурдтың бірі. Бұл айтыс көрермендерінің белгілі публицист Серік Ерғалидің пікірі. Айтыстың бағалау жүйесі қалыптаспаған, орнықпаған, критерийлері нақты емес. Қазіргі айтыстың жүйелі тетігі құрылымы жоқ. Менің ойымша, айтысқа бір ғана қожайын болу керек. Ол айтыскерлер одағы. Айтыскерлер одағы барлық ресурсқа, барлық айтыскерлерді мүше етуге, демеушілер болсын, басқа да қаражаттардың барлығын игеретіндей қауқары, құзыры болу керек. Және айтыскерлер одағының оның барлық саясатын жүргізіп отыратын қамқорлық кеңесі болу керек. Ондағы мүше адамдар айтысқа шынайы жаны ашитын және іскер, сауаты бар, бүгінгі заман талабына сай өнерді асқақтата алатын азаматтар болу керек. Сонда ғана айтыскерлер жан-жаққа шашырамайды, оппозицияға кетпейді, айтыс саясатқа қолбала болмайды, немесе саясатқа оппозиция болмайды деп ойлаймын. Қазір айтыстағы үлкен бір жол арна салған адам ол Шорабек Айдарып. Шорабек Айдарып қолына түскен шапанды киетін, қолына оқтау берме, домбыра берме, бәрібір шығатын. Сосын Әзімбектің бір Аяз Бетбаевтардан қалған бір әуендері бар еді, соны айтам дейді, келтірейінсе дауысы жоқ. Ей ағайын дегеннен ағыл күлетін, бірақ ел айтпаған сөзді айтатын. Сосын оның былай атқанда астроумесі, оның тақпырлығы айтуға келмейтін. Содан Шорабек өз алдынан жол салып қалды. А Шорабекті жаңа критерийге салсақ, ол әдемі болу керек, ол сықпыттай болып шығу керек десек, мүлдем келмейді. Аманжолдан бірде бір сөз қалған жоқ. Ешкімнің есінде Аманжол айтқан деген сөз жоқ. Бірақ Аманжол айтыстағы бір тұлғаға айналды. Өйткені кінеге байланысты сипаты, ана үкі, ана әдемі түр, қиылған мұрт, ақ шапан болды. Осымен ақ елдің кәдімгі несіне бір аяулысына айналды. Түсініңіз бе? Сондықтан бір критерийге сыймайтын нәрселер көп. Ақынның аузымен бар ғой, қоғамның быт-бытын шығарып жіберуге болады.
Сондықтан оның ауыз арқылы қоғамдағы өзінің рөлін жауапкершілік сезіндіретін жағдайда жүгін сезіндіретін жаңағы салмақ салу, осының бар жүйелі түрде одақ арқылы ғана емес, одақ бұл жерде орта жолдағы бір делдал, негізі мемлекет кірісу керек. Мемлекет ақша бөлу керек. Бір тиын, екі тиын емес, қомақташы ақша бөлу керек. Айтып отқан азаматтардың бәрін осы нәрсесін ескеру керек. Осы жерде айтылған сөздің бәрі де бір тегін әйтеуір айтыла салған сөз емес. Осы сөздің бәрінің жаны бар. Енді осының бір арнада тоғысуы бізбен сізге сын серт. Бәрекелді. Сауал көп еді, бірі жауап алған секілдіміз. Айтыс қашанда халықтың сөз айтылатын міндер болатын. Бүгін одан кеп жеке топтардың сойылын соғатын ойыншы жасаудың қажет жоқ. Өнер құрылтайшы мен ұйымдастырушының меншігі емес, халықтікі. Алмас Алтай, келесі көрсеміз.